Саламатсыздар ма, құрметті біздің әлеуметтік желідегі достарым. Бұл Кентау қаласындағы қайта күрделі жөндеуден кейін жұмыс істеп тұрған жастар саябағы. Өте керемет қылып жөндеген. Мынау беседкасы, адамдар отыратын. Өте әдемі қылып жасаған. Мынау ар жағындағы кіші футбол стадионы. Мынау жастардың, балалардың скейтборд, велосипедпен теуіп айда ойнайтын жері. Қараңыздар, керемет. Былай қарай өтсек, мынау кіші теннис үстелдері тұр, үшеу. Ар жағында өздеріңіз көріп тұрғандай үлкен теннис ойнайтын площадка тұр. Сосын ана жерде баскетбол, небір турниктер. Енді өте жақсы жоспарлаған, жап-жасыл, әп-әдемі саябақ. Қандай керемет композиция, қазақтың шаңырағы, қазақтың киіз үй іспеттес ауызбірлік, татулық есебінде қылып өте бір керемет жоспарлаған. Шам шырақтар, фонарлар орнатылған, су кішігірім әдемі қылып жасалыпты. Қандай әдемі, өте бір керемет саябақ. Велосипед тебетіндерге арналған. Қараңыздар, қандай керемет, өте әдемі, заманауи қылып біздің Кентаудың жастарына арнап істелінген. Мынау турниктер қандай күшті, әдемі жоспарлаған. Қандай әдемі. Біздің осыны жасаған азаматтарға біз көп рахмет айтамыз. Шынымен нағыз жастардың саябағы, орындықтар қойылған. Қандай жақсы ұйымдастырған, жасаған. Кентау қаласындағы жастар саябағының ішіндегі жастар, балалар, оқушылар ойнайтын аттракциондар. Анау көрдіңіздер, жаңа үй салынып пайдалануға берілген. Мына үй көп қабатты үй, кондоминиумнан өткен, яғни күрделі жөндеуден. Кентауда әдемі қала ғой біздің Кентау.